Қазақтың ішкі туризмдегі інжу маржаны деп әңгіме қозғай бастасаң болғаны, шығыстың шырайын ашып тұрған Қатон-Қарағай ауданы мен табиғаты жайлы еске түсер ақиқат. Иә, расымен де інжу маржан дерсің. Өр-Алтайдың жүрегі, ұлы көшпендінің тірегі. Жер шарының кіндігі саналған Қатон-Қарағай жайлы таң атысы күн батысы шер тарқатуға болады. Аудан орталығына ене берсен, алдыңнан батыр тұлғасы қарсы алады. Өз заманында ат жалын тартып, найзасына сүйеніп, қылышын қамдап, садағын жастанған Қаратай батырдың өзі кетсе де, көкейден кетпеген кейпі елін жаудан қорғап тұрғандай. Жаугершілігі бітіп, ел еңсесін тіктеген замандарда ақиық ақындарының өзі не тұрады? Қалиқандай қаламгері, Оралхандай ақтаңгердің өзі бір төбе. Өр-Алтайдың жері де, төрі де табиғат ананың ерекше бір жаратқан көрікті мекені. Сол көрікті мекеннің бүгінгі таңда тарқатып көрсетер дүниесі мол болуда. Күн өткен сайын ішкі туризм бағытында атқарылып жатқан сансыз шаруалар мен ел игілігі үшін бой түзеп жатқан қонақ жайлары көкейге жылылық ұялатады. Сол жылуы мен сұлулығы, көркі мен көркемдігі келіскен Мұзтау қонақ жайы туралы азды көпті көктемгі сәтінен тақырыпты тарқатпақ ниеттеміз. Тау бөктерінің жазықты алқабында орын тепкен қонақ жай. Құсышар биіктен қарағанда көз жауын алатын көрікті мекен. Тұмса табиғатының көркі көз қарашығының тоңдиығына сүңгіте беретіні бар. Жаратушының шеберлігінде шек бар ма? Осы көріністі қаншама суретшінің қыл қаламына шерткізсең де, дәл ана құрсағынан шыққан пәк сәбидей кейпін қайталай алмас. Екі аяқты пенденің де арманы жоқ сірә. Осындай кереметті иненің шындай ғана қарашыққа сыйдырып жібергеніне. Төңірегі жасыл желекпен қоршалған, етегінде өзені сарқырап жатқаны. Мұнтаздай таза ауасы мен көркем табиғаты талайларды тамсандырып қана қоймай, еліктіріп әкетері сөзсіз. Арналған жатақ орындар. Балдары болса диванды жайып, жайғастыруға болады балдарды. Сосын мына жақта бізде санузел. Барлық қажетті заттар осының ішінде. Біздің ауа райына байланысты салқын болғандықтан номерлерде кондиционер жоқ бізде. Бұл VIP коттедж бізде. Екі кісіге арналған жататын бөлмемен. Қосымша кісілер болса, мұны осы жерге жататын орын жасауға болады, диванды жазып.
базана келген қонақтарға арналған моншамыз бар. демалушыларымызға арналған марал мүйізінен жасалған және дәрілік шөптердің қосындысынан жасалған біздің арнайы булау орталығы. Сафауаның мекенінде орын тепкен қонақжайды жаратушымен жарысып суреттеу мүмкін емес. Ең бастысы маусым ашылған тұста демалушылар мен ем алушыларға арналған нағыз керемет естен кетпес күндері болатынына көзіміз жетеді. Бесаспап аспазшылар қызметі, тіл үйірер тағамдары, қазақи нақыштағы киіз үй қызметі, бал татыған қымызы, денсаулықтың кепілі болған мың түрлі аурудың емі саумалы да сіз үшін дайын. Мұнда ем алумен бірге қоршаған ортаға шығып, табиғатпен танысып, ерекше сәттерде суретке түсіп, естелік етуге де болады. Арнайы темір тұлпарлардың қызметімен әрі өз істерінің кәсіби мамандарының арқасында сізді естен кетпес ерекше көріністер таңғалдыратын болады. Темір тұлпарды тізгіндеп, Қатонқарағай табиғатының ерекше қызықты жерлеріне сапарлап қайтудың қайталанбас сәттері. Таулы аймақтың көрінісі, өзендердің әсемдігі, қалың ну орман көркі көздің жауын алатыны тағы бар. Мұзтау орталығынан шыққан бойда Жамбыл ауылындағы темір көпір Жамбыл ауылына бастай кетеді. Ауылды артта қалдырып, таулы аймаққа көтеріліп енген сайын сіздің көз алдыңызға өзге әлемнің есігі ашыла түседі. Біз көрмесек те, құлақ қағыс естігеніміз бойынша Швейцарияға ұқсайды деп мақтанып жатамыз. Жоқ, олай емес. Керісінше шет ел табиғаты біздің табиғатқа ұқсас екен деп мақтана білуіміз қажет. Шын мәнісінде ешбір табиғат шығыс табиғатына жетпес анық. Маралды ауылының маңындағы ғайыптан пайда болған бес саусақ көрінісі соның бір дәлелі. Ел жадында пайғамбарлар заманынан қалған таңбас бетті. Аңызға арқау болған мекен. Тылсым дүниесі әлі де болса тарқатылмаған құпиялы орын. Бес саусақ таңбасын артта қалдырып, Маралды ауылына соқсаңыз, таудағы адам бет пердесінің ерекше көрінісі, кемпіртас көрінісі сізді одан сайын қызықтыра түсетініне сенімді. Бұрын Фадиха деген болған. Қазір Маралды ауылы. Бұл жерде кер жақтар басқарған. Александр деген күйеуі болған сол Фадиханың. Содан қазақтарға күн көрсетпегеннен кейін сол барымташ кісі болған ғой. Соны ана тұрған таудың үстінде өлтірген екен сол кісіні. Төрт қазақтың немесі, батыры, шоңмұрын. Содан әйелі басқарып, осы жерде бұғыларды неметіп, ұстап, осы арғарай соның атымен аталған, осы уақытқа дейін. Қазір Маралды ауылы болып есептеледі. Темір тұлпарлар тізгіні асау тұлпардай бізді табиғаттың кереметіне алып қаша берді. Бізде мейлінше ғажап мекендерді көре берейік дегендей тізгін басын тартпадық. Қайта нендей таңғажайып көріністер бізді ынтықтыра береді екен деп ентелей, терең бойлай бердік.
Табиғаттың ғажабын бізге дейінде бабаларымыз да көре білген. Жолшыбай алып тастаған үргеде жеттік. Алыстан танау іспетті көрініс. Тура бір алып батыр ұйықтап жатқандай. Я, расымен де табиғаттан асқан шебер жоқ дерсің, бұл көріністі көргенде. Қатонқарағайдың атын аспандатқан тағы бір нысан ол Берел қорғандары. Өткен замандарда осы өңірді мекен еткен сақ бабаларымыздың мәңгілік мекендері. Бүгінгі таңда бізге тек тарихи мағлұматтарын тарқатар музей ретінде жетуде. Ашық аспан аясындағы ерекше музей. Іші де сырты да рухани құндылықтарға лық толы. Аралай жүрсең сол замандарға жетелей кетеді. Бұл керемет дүниелерде сіздің бір күндік саяхатыңыздың шырайын кіргізеріне бек сенімдіміз. Бабалар мұрасынан тағылым тартқан сәттер естен кетпесі анық. Берел музейінен сусындап шыққан бетте сізді сол замандарға сапар шектірер тағы бір баға жетпес құндылық күтуде. Ол шетсізді шексіз байтақ мекеннің иесі сақ бабалардың жерленген жері. 11-ші қорған атылатын жер астындағы мәңгілік мекенінде музейге айналдырып, келуші саяхатшылар назарына ұсынған. Бір сәт сан ғасырлар бойы мұздықтың астында жатқан тарихтан тағылым тартар қастерлі мекеннің айтары көп. Ассалаумағалейкумдер, қош келдіңіздер. 11-ші қорғанға ішіне кіріңіздер. Бұл патшалар жазығы жалпы 174 гектар жерді алып жатыр. Бұл жерде 100-ден астам қорғандар табылған. Соның ішінде сақ дәуірі және түркі дәуірінің қорғандары бар осы жерде кездеседі. Сақ дәуірі, яғни осыдан біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасыр, түркі дәуірінің қорғандары біздің заманымыздың 7-8 ғасыры. Бұл жерден 1997-98 жылдардан бастап археолог Зейнолла Самашевтың бастамасымен қазыла бастаған. Соның ішінде ең үлкен қорғандардың бірі 11-ші қорған. Жалпы ерекше қорған бұл жерлер. 11-ші қорған жалпы ауданы 33 метр диаметрі, тереңдігі 7 метрден 13 жылқы және ер адам мен әйел адам денесі табылған. Бұл жерде сақ дәуіріндегі патша дейді және қасындағы анасымен бірге жерленген жер. Тура осы жер қазып алынған жерлер көріп тұрғандарыңыз. Енді бұл жерде барлығы реконструкция, көшірме заттары тек қана мына жерде қайынның қабықтары бетінде жатқан оригинал сол кездегі түп нұсқасы дейді. Қалған заттардың барлығы көшірмесі. Көрсету үшін енді мына жерде 8 жылқы қойылған, барлығы 13 жылқы табылған. Көз тоймас көрікті мекеннің бізге ұсынарсы әлі алда көп екен. Берелдің тарихынан тағылым тартып, аршатының көруге арман болған мекеніне темір тұлпар зулатып келеді. Қазақ даласындағы ең алғашқы таң атып азан шақырылатын ауыл міне осы. Аршат ауылындағы Қадылбек ата Халел атындағы мешіт бой түзеген. Бір кездері тоқырауға ұшырап, ел басына күн туып, Аладорбаның кезеңі келгенде бұл ауылға да оңай тимегені рас. Талайлар жақсын іздеп, жан жайлылықты арман етіп, елден үдере кеткенде, алдағы келер жақсылықты күтіп, қаншамасы қала берді. Ауылдан адам кетсе де, ауыл сенен кетпес ақиқат. Бүгінде түтіні түзеп шыққан ауыл табиғаты таңғажайып көрініске ие. Біздің қоршаған ортаны көріп, тамашалап, таңырқап жүрген күніміз отбасы күнімен сәйкес келіпті. Ауыл тұрғындары табиғат аясындағы арнайы демалыс орындарында бала-шағамен бір сәт қызықты сәттерді естелік етіп жатқан сәтінің куәгері болды. Мұнда да Тұран ТВ телеарнасын танып жатты.
Ой, мына Аршатының қымызын шудың да сәтін салды мына. Иә, расымен де бүгін міне отбасы күні мерекесіне сонау Аягөзден Аршатыға, нағашы жұртқа келіп жатқан міне жиендер, немерелер қандай керемет табиғаттың аясында газ баллоннан жасалған мангалға керемет міне. Отбасы күніне орай десеңізші. Енді отбасы күні қайырлы болсын, барлық ата-аналар аман болсын, баладар аман болсын, немерелер аман болсын, халқымыз, еліміз, жұртымыз аман болсын, тек жақсылық болсын, елімізде, жұртымызда. Аумин. Қатонқарағайдың табиғатын бейнетаспаға түсіріп қанша суреттеп айтсаң да, Оралхан Бөкейдей, Қалихан Ысқақ аталарымыздай жеткізе алмаспыз. Тек көресің, тамсанасың, таңырқайсың. Ең бастысы шекара асып, шетелдің табиғатына тамсанғанша өзіміздің баға жетпес, аяқ жетер жердегі көзбен көрер табиғатымызды тамашалап бағалай білейік. Сіз келемін, көремін, ем аламын, табиғатына тамсанамын, көзімнің қарашығын көрікті мекенге шомылдырамын, тойдырамын десеңіз, онда Қатонқарағайды қазірден жоспарлаңыз. Бүгінгі таңда сіз үшін жанға жайлы жақсы жағдайдағы қонақ жайлар күн санап, дауыннан кейінгі саңырауқұлақтай көбейіп келеді. Демек сіздің шығыстағы табиғаттың шырынына тойлығысы келетін мекендер баршылық. Тек келу керек, көру керек. Сонда барып еліміздің ішкі туризмнің дамуына бір үлесімді қостым деп есептей берсеңіз болады. Қызықты да шыжықты сәттерді естен кетпесті етіп қалдыру үшін Мұзтау эко-қонақжайының мамандары дайын. Біз демалушыларымызға ерекше естен кетпес демалыс ұйымдастыруға көмектесе аламыз.